Бармайсың. Назым Бармайсың дедім ғой, Молжан. Бұл жаным, сен ренжіме мақым. Қыз барым. Баршаңызға сәлем достар. Назым каналына қош келдіңіздер достар. Короче, бүгін бір патолог видео болайындар. Назым біздің үйге келе жатыр қазір. Назым қазір келмегенше мен оған бір пранк жасайын деп шештім достар. Қалай ойлайсыздаршы, қандай пранк жасайын дедім достар. Короче, достар, мен яха чемоданмен осылай мойныма ілетін дайындап қойдым. Типа өтірік билет жабыстырып қойдым яха. Бүгін, короче, мен Алматыға, через Алматы, Дубайға ұшып баратырмын деп Назымға пранк істейміз достар. Мико, қалай ойлайсың, Назым реакциясы қандай болады? Ал достар, короче, қазір Назымға пранкіміз бастаймыз. Назым реакциясы көргілеріңіз келсе, обязательно лайк, комментария басып, давайте подписка істеп едік достар. Бұл бекерден бекер осы видеоны сұратын жоқ шығармыз. Давайте қазір чемоданды ойбай, осылай ма чемоданды? Ойбай. Короче, осы жаққа әкеп дайындап қоямын. Қазір Назым келген кезде бір басқа қызмет шығатқандай боламын достар. Ең патологы осы. Тығылып жүріп, бір Назымнан тығылып өтірік естіртіп, бір қызбен сөйлескен сияқты боламын. Назым реакциясы көреміз достар. Ал достар, қыздарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге көптен күткен видео түсірейін деп жатырмын. Видеоға мен, короче, достар, Молжанның үйіне келіп қалдым. Молжанның үйін ұмытып қалған шығарсыздар, уже бұл жақта көп болды видео түсірмегенімізге. Молжан. Қалайсың? Мен келдім ғой. Қалайсың? Жақсың ба? Неге не құшақтамайсың ба не? Всегда құшақтасып алғанымыз ба? Не үшін жинап алғансың? Бұл жай әшейін ғой, Назым. Енді чемодандар қайда? Bir жаққа барайын деп жатсың ба не? Жоқ, Назым. Қайда барайын деп жатсың? Әшейін қойып қойған ғой, Назым. Естісің? Әшейін қойып қойған? Бұл шықсайын яқтан жүріп кеттік. Не қылды? Жүні ма? Не үшін анау не чемодандар? Әшейін тұр ғой. Ана загран паспортың ба сенің? Иә. Берші қақа барайын деп жатсың? Қақа барайын деп қойып жоқпын. О, Мико, привет! Миконы ұмытып қалған шығарсыздар достар, иә? Молжан қақа барайын деп жатсың, айтшы. Бір скоро бір шетелге шығайын деп жатырық па? Қақа барайын деп жатырық енді? Ешқайда. Ешқайда? Оны не үшін шығарып аласың менің бәрін? Загран паспорттарыңды, чемодандар не үшін шығарып алдың? Айтсайшы, мен саған сұрақ қойып тұрмын ғой. Кіммен сөйлесіп жатсың сен? Ей, кім? Жоғай. Біреу звондап жатыр ғой саған. Кім? Қазір. Назым біреумен сөйлесін. Алло? Я, мам? Мама. Алло? Достар, мен Молжанды түсінген жоқпын. Мен Молжанның үйіне келіп, бір видео сіздерге арнап түсіреміз деген ғой. Тез келсей, давай тез видео түсірейік деген ғой. Алло, я. Короче, қазір Назым же айға қойды мен чемодандармен загран паспортымды. Ол тым байқамат қоғым, классификация үйден қуып жіберем да. Үстіп екеуміз кетеміз Махмад Дубайға. Сіз заттар дайын ба бәрі? Все. Молжан басқа қызбен Дубайға барайын деп жатыр ма? Екеуміз ғана. Ешкімсіз. Потом надо кейінсің Назыммен өзім. Назым пока деймін. Короче, мен де сен барсың деймін ғой. Молжан? Кіммен сөйлесіп жатсың сен? Мамамен ғой, мамамен. Сен қандай қызың бар, қандай қызбен Дубайға кетіп баратсың? Не үшін жинап аласың чемодандарды? Өлі, әшейін жинастырған емес алдында. Тәңілді кейін сәл заттарын жинастырмаған ма сол? Берші заграныңды көрейінші. Не істейсің ғой? Жүні ма? Берші. Не істейсің көр? Сен қуасың ба? Сен қандай қызбен сөйлесіп жатсың? Назым көріп қойды, Назым кеп қалды, қазір Назымға давай деймін да екеуміз Дубайға барып күшті өмір сүреміз. Назым құлағыңа естіп қалды дейді. Молжан, неғып менен қашып жатсың? Сен мен сені түсінген жоқпын. Неғып өйтіп жатсың? Неғып өйтіп жатсың? Қай телефоныңды берші, кіммен сөйлессің көрейінші соңғы рет. Мамаң ба, мамаң емес па? Молжан. Телефон зәргі сөшіп қалды қазір ғана. Неғып өтірік айтып жатсың маған? Өтірік айтып жатқан жоқпын Назым. Молжан, сен біреуің бар ма негізі? Айтшы. Жоқ. Шынымен бар ма не сонда? Жоқ, Назым, ешкім қоныш. Молжан, онда мен үйге кете берейін мақыма? Кетесің ба не? Я, кете берейін үйге. Мақында ойлан, мен ешкім жоқ. Мақұл онда дегенде сонда сен мен тоқтатпайсың ба? Не үшін кетіп баратсың деп?
Енді сен өз-өздігімен ойланып, сәл қорытып алу керексің ғой. Молжан, мен сен вообще түсініп тұрған жоқпын. Сен сонда басқа қызға звондайсың. Еще мен оны естіп қойдым, білесің ба? Нені естіп қоясың? Басқа қызға звондап, сен ана жерде мен қазір Назым біліп қойды, анау чемодандарды көріп қойды деген бәрін көріп қойдым ғой мен. Кім звондап отыр, ал енді көрсетші. Кім звондап отыр? Алло, кіріспеймін. Назым. Алло? Не болып кетті өзі? Вообще түсінген жоқпын. Назымсыз барамын еш хабар. Мен Назым жақсы көремін ғой. Бірақ сені мен қаттырақ жақсы көремін бәрібір. Мен Назым жақсы көремін, бірақ сені қаттырақ жақсы көремін деймін, мынау. Мен мені қайсың таңдарымды? Бірақ Дубайға да барымды. Назыммен Дубайға барып көрдім, сен мен әлі барған жоқпын. Не істейміз? Арамыз болымды екенбіз. Назымға не десе болды, Назым примерно түсіп қойдым қазір. Ренжіп қалады ғой енді. Болды, Жәмиле, сен де ренжіме бақыт. Бақыт қыз барамын давай. Молжан, Ау? мен бәрін естіп тұрмын, не күліп тұрсың сен маған? Не естіп тұрсың? Мен бәрін естіп қойдым. Назыммен Дубайға барып қойдым, бірақ сенімен барғым келіп жатыр. Назымды да жақсы көрем, бірақ сені қаттырақ жақсы көрем ғой деп. Не естіп қойыпсың ма? Молжан, әкел маған, әкел, түсінің ба? Бармайсың сен еш жаққа, бармайсың. Назым, кеттім бұл. Бармайсың дедім ғой, Молжан. Бармайсың, кіммен барайын деп жатсың сонда? Молжан, тоқташы, жүнді ма, қақа баратсың? Бармайсың, бармайсың. Мен сөз беріп қойдым, Назым. Сонда сен басқа қызбен Дубайға кетіп баратсың ба? Мен сен вообще түсініп тұрған жоқпын, сонда не істеп жатсың сен? Назым, қалай айтам енді? Мен сені жақсы көремін. Сенден басқа тағы біреу жақсы көремін. Кімді? Кімді жақсы көресің? Аяруды. Айару деген кім? Танымайсың сен? Чемоданмен сонда Дубайға кетіп баратсың ба сонымен? Иә. Бер ана заграныңды маған. Бер загран паспортыңды бер. Бермеймін, жынды ма? Қазір жыртып тастаймын. Жынды ма? Ке шығамай қаламын ба? Шығамайсың, еш жаққа бармайсың. Түсінің ба? Еш жаққа бармайсың менсіз. Маған телефон берме, Аяруға барып бытшын шығарам. Кім ол? Қашан танысып жүрсің? Сен вообще Дубайға қақтан ақша таптың? Аяру төлеп отыр маған бәрі. Сонда сен андай болатсың ба? Күшік бала болатсың ба сен? Жоқ, қайдағы күшік? Сонда біреудің подкаблучниксің ба не сен, Молжан? Қайдағы қабылық, Назым? Сен подкаблук екенсің ғой, Молжан? Мақ қабылық болсам бола берейін. Не сен маған Дубайға путевка алып беріп жатсың ба не? Айбай, ятсыз екенсің ғой, кете бері бар онда. Мә, чемоданды берейін. Мә, кет. Айбай, қыздың ақшасына демалысқа кетіп баратсың ба? Фу. Не қылды? Фу, давай, онда пока. Кетейін ба? Кете бер болды. Кете бер, давай. Мен де кетемін үйіне, сенің үйің ғой мұнда вообще. Кете бер, давай. Давай, күшік кеу, давай, подкаблучник, давай. Фу, отстой. Ужас. Фу. Назым, білем, не сен жылайсың да? Не деп жылаймын? Не деп жылаймын? Жылайсың па, мен жақсы көресің, қызғанасың ол. Айбай, кетші бар. Мен сен до такой степени бұндай деп ойламаппын. Фу, кетші бар. Есігін жапшы мен. Давай. Фу. Мен Молжанды до такой степени бұндай деп ойлаған жоқпын. Сонда бір қыздың ақшасына демалысқа кетіп баратыр ма? Мен не үшін үйінде жалғыз қалдырып кетті вообще? Мына үйде ешкім жоқ па? Не ақып келдің? Микода Дубайға алып кетемін. Миконы қалдырып кет сен. Миконы қалдырып кет дедің. Айна, Миконы қалдырып кет. Давай. Өлі, мұны вообще тентек екен ғой, Сонда бір қызбен, Аяру деген қыз, бұған бір байдың қызын ұстап алған ғой. Сонда Молжан, бергел, кірші ішке сөйлесейік. Молжан, сен сонда байдың қызын тауып алғасың ба? Я, Назым, не болды? Кезінде қыздар бай жігітке қызығатын еді, сонда... Қазір заман басқа, Назым, не істейсің? Сонда бай қыз тауып алып соған кетіп баратсың ба? Сонда мені тастап? Жоқ, не сөйлесің еді, бош тез айтшы, мен кетемін. Ештеңеге сөйлеспеймін мен де кетейін деп отырмын, үйіңнен құлттап алса үйіңді.
Давай болды, кеттім мен айтпақшы, не қылып тұрмын, Назым кетші. айтпақшы. Не? Сен маған ешқашан керек те болмағансың. Маған айару аядан жақсы көремін. Үйге жүрген уақыттан бастап мен айарумен жолып жүрмін постоянно. Кетші көрім, ол жа не айтып тұрсың сен? Соны барлық жерге апарып алып, сен қуасың ба? Жібер мені, жібер. Ана қызбен барсың, сол қыз жақсы көресің ғой. Ойламадым, пранк. Не пранк? Пранк. Кетші ба? Қара, мынаны қара. Кеттім мен. Қара. Не ол? Қара. Ешқандай Дубай жоқ, заттарымды жоқ. Басып, әше мен сен көтеріңізді түсім қойып деп ойлаймын да пранкты. Сен қуасың ба? Бұл сонда пранк ба? Алда қалай екен, аурудан кейін істеген пранктерің, а? Қайтардық саған. Бәсе не үшін бұл шақырып кетті десем, Назым тез кел видео түсірейік, анау мынау үйде ешкім жоқ десе түсіріп алайық деп. Ұятсыз. Жоқ, қалай екен ал? Алдандым, базар жоқ, Қалай алдандым. адамды жындырған? Мозанды шетелге демалғым деп жүр, кетіп қалсам екен деп жүрген еді. Сол байдың бір қыз тауып алып кетіп қалды ма деп отқан бол, короче. До такой степени алданып қалдым, короче. Достар, мына видео енді лайк 20 мың лайк жинамаса білмеймін, тез лайк басып тастайық, мен кәдімгідей алдандым. Жас қалдандың, кәдімгідей. Кетші бар болды. Еще микон алып кетеді деп ойлап отырсың, қумаш Назым. Болды, короче, достар, всем пока. Мен кәдімгідей елім қолым ялып тұр мына жерде, есерек шығарғаным үшін. Всем пока!